Көптен бері мен оқырмандардың хаттарына уақыт бөле алмай жүрген болатынмын. Бүгін сол хаттардың ішінен бір апаның жан түршігерлік оқиғасын өздеріңізбен бөлісейін деп отырмын. Бұл жай ғана бір оқиға емес, бұл әрбір шаңырақ иесінің білуі тиіс шындық. Мен баламды үйлендіргеннен кейін жұмыс жасаймыз деген соң қалаға бөлек шығардым. Бөлек шыққаннан кейін балам Россияға жұмыс жасауға кетті, келіп кетіп істеп жүрді. Bir қыз бір балалары бар. Бұл жерде ең сорақысы, келінім бөлініп шыққаннан кейін 21 жыл бойы мен рак болып ауырып қалдым деп баламның тапқан табысын ай сайынғы 800 мың миллиондап ақшасын алып, оны жинап қалада пәтер жалдап жүретін өзінің шешесіне, бауырларына үй алып беріп, соңында менің баламды тастап, басқа біреуге тұрмысқа шығып кетіпті. Кейіннен білсек, балаларына сендердің әкелерің бізді тастап кеткен деп жамандап, алдап, араларына араласуға тыйым салып тастаған екен. Бұл жерде келін менің баламның жуастығын пайдаланды деп өзінің өкінішін айтып отыр. Өздеріңіз білесіздер, ата-аналар шаңырақ бір күнде құрылмайды. Егер үйде жүйе болмаса, ол бір күнде құлауы мүмкін. Балаларыңыз үйленгеннен кейін осылар үй болып кетсе болды деп олардың барлық дегендеріне көніп, айтқандарын жасай беретін болсаңыздар, онда сіздер осындай жағдайға немесе түрлі жағдайға тап болуларыңыз мүмкін. Келіннен ұят болады деп оның ыңғайына қарап жүргенде келіннің, сол келін сізді күндердің күнінде жерге қаратып кетуі мүмкін. Отбасының тыныс тіршілігіне сіңбеген келін сіздің балаңызды ойламайды. Ата-бабаларымыз ұлды үйлендірген кезде 2-3 балалы болып, ененің мектебінен өткізіп, сол үйге сіңдіріп барып, еншілерін берген. Бұл отбасының іргесін бекітудің ежелгі мектебі. Сондықтан ата-аналар енді ұл қыздарымызды үйлендіретін болсақ, балалардың көңіліне емес, ата-бабалардың жолымен салт дәстүр бойынша үйлендіруге әрекет жасайық. Біздің әрбір салт дәстүрімізде құндылығымызды арттыратын қасиеттер бар.